Бүгінгі сабақта кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электр жабдығы пәні бойынша өртке қауіпті П1, П2, П2А, П3 жарыларының электр жабдығы тақырыбын өтеміз. Жанғыш заттардың шаңдары өрт қаупі бар жабдықта тұтындыра отырып, шаң өртпен және жануы мүмкін. Ауада өлшенген шаң, яғни аэрозоль, жарылыс қауіпті қоспаны түзуге қабілетті. Өрт және жарылыс қауіптілігі дәрежесі бойынша өнеркәсіптік шаңдар 4 сыныпқа бөлінеді. Біріншісі, ең жарылыс қаупі бар шаң. 1 текше метрге 15 граммға дейін тұтынатын төменгі концентрациялық шегі бар шаң. Екіншісі, жарылыс қаупі бар шаң. Фен 1 текше метрге 15 граммнан 1 текше метрге 65 граммға дейін. Келесі, 1 текше метрге 65-тен артық фен бар шаң. Ол өрт қауіпті болып аталады. Атап айтқанда, ол 3-ші немесе 4-ші классқа жатады. Үшінші, ең өрт қауіпті шаң. Себілген күйінде температура өздігінен тұтынатын шаң. 250 градустан астам немесе тең. Төртінші, өрт қауіпті шаң. 250 градус Цельсиядан астам шөгінді күйінде өздігінен тұтынатын температура. Ұзақ дисперсті шаң үлкен меншікті бетпен және химиялық белсенділігімен ірі дисперсті шаңмен салыстырғанда фен А шамасымен төмен температурамен өзін-өзі жалынның төмендігісін сипатталады. Атап айтқанда, ауада тұтану концентрация шегі бар газ жанғыш болып табылады. Егер газдың тұтыну концентрациялық шектері болмаса, бірақ белгісі температура кезінде өздігінен тұтану қабілеті болса, ол қиын жануға жатады. Тұтынудың концентрациялық шегі және өздігінің тұтынысы температура болмаған кезде газ жанбайтын болып табылады. Электр қондырғыларының орнату ережесі, жарылыс қаупі бар және өрт қаупі бар аймақтар бойынша өндірістік, үй-жайлар мен сыртқы қондырғылардың жарылу, өрт қауіпті бар қасиеттері мен пайдаланылатын заттар мен материалдар мөлшерін ескере отырып жіктеуді көздейді. Жарылыс қаупі бар қоспалар немесе пайда болуы мүмкін үй-жай, немесе үй-жайдағы немесе сыртқы қондырғыдағы шектеулі кеңістік жарылыс қаупі бар аймаққа жатады. Егер жарылыс қаупі бар қоспаның көлемі үй-жайдың бос көлемінің 5%-нан астам құраса, онда барлық үй-жай тиісті жарылыс қаупі класына жатады. Егер жарылыс қаупі бар қоспаның көлемі үй-жайдың бос көлемі 5%-на тең немесе кем болса, онда жанғыш газдар, оңай тұтанатын сұйықтар бұларға немесе жарылыс қаупі бар шаңдар технологияның апаттарына көлденең және тегінің 5 метр дейінгі үй-жайдағы аймақ. Электр қондырғыларының орнату ережесі жарылыс қаупі бар аймақтарды келесі кластарға бөледі. Б1 класының аймағы бұл осындай мөлшерлерге жанғыш газдар немесе оңай тұтынатын сұйықтың буы бөлінетін және жұмыстың қалыпты режимі кезінде ауамен жарылыс қаупі бар қоспалар түзу мүмкін қасиеттері ие жайларға орналасқан аймақтар. Б1А класс аймағы бұл қалыпты пайдалану кезінде жанғыш газдардың немесе оңай тұтынатын сұйықтық буларының ауамен немесе басқа да тұтынықтырғыштың жарылу қаупі бар қоспалары түзілмейтін, тек авариялар мен ақаулар нәтижесінде ғана мүмкін болатын үй-жайларда орналасқан аймақтар. Б1Б аймағы ол Б1А класының аймақтар, бірақ келесі ерекшеліктері бар. Бірінші, жанғыш газдар жоғары, фен 15%-дан және одан жоғары, және өткір иісі бар. Екіншісі, технологиялық процестің шарттары бойынша үй-жайдың бос көлемі 5%-нан асатын, көлемде жарылыс қаупі бар қоспаның түзілуі қосылатын газ тәрізді сүттегінің түзілуіне байланысты өндірістің үй-жайлары. Үшіншісі, жанғыш газдар мен оңай тұтынатын сұйықтық
орынжай бос көлемі 5%-нан асатын көлемде жарылыс қаупі бар қоспаларды жасау үшін жеткізіліксіз аз мөлшерлерде болатын және жанғыш газдармен және оңай тұтанатын сұйықтық пен жұмыс ашық отты қолданбай жүргізілетін зертханалық және басқа да үй-жайларының аймақтары. Б1Г класының аймағы ол жанғыш газдар мен оңай тұтанатын сұйықтық бар сыртқы қондырғыларының жанындағы кеңістік. Б2 класының аймағы қалыпты жұмыс режимі кезінде шаңдардың және талқыштардың жарылыс қаупі бар концентрациялы бөлінуі мүмкін үй-жайларда орналасқан. Б2А класс аймағы шаңдардың және талшықтардың жарылуы қаупі бар шоғырлауының тек апат кезінде бөлуге болатын үй-жайларға орналасқан. Өрт қауіпті аймақтарға жанғыш сұйықтар, өрт қауіпті шаңдар және қатты жанғыш заттар бар аймақтар жатады. Электр қондырғыларының орнату ережесі өрт қауіпті аймақтардың келесі кластарға бөледі. Б1 класты аймақтар ол бұл жанғыш сұйықтық айналатын үй-жайлар орналасқан аймақтар. П2 класының аймақтары жанғыш шаң немесе талшық бөлінетін үй-жайлардарға орналасқан аймақтар. П2А класының аймақтары қатты жанғыш заттар айналатын үй-жайлардарға орналасқан аймақтар. П3 класты аймақтар бұл жанғыш сұйықтық пен қатты жанғыш заттар айналатын үй-жайлардың тыс орналасқан аймақтар. Өндірістік жағдайларға тұтану кезінде ашық от, технологиялық жабдықтың қыздырылған беті химиялық реакциялардың жылу әсері электр жабдығы болып табылады. Өйткені ол қызып ұшқындауға қабілетті. Жарылыс қаупі бар үй-жайларда жарылыс қаупі бар аймақтың класын және жарылыс қаупі бар қоспаның қасиеттері ескере отырып тек жарылыстың қорғалған электр жабдығын орнатуға рұқсат етіледі. Назарларыңызға рахмет. Ал қазір балалар колледждің платформасында орналасқан сұрақтарға жауап беріп, маған e-mailға жіберуіңізді сұраймын.